Айнұр Тұрсынбаева мидағы миллион кітабынан еш нәрсеге қарамастан дұрыс таңдау жасай білгендерге арналады. Ақша жинаудың ең тиімді техникасы. Егер сіз ай сайын жалақыңыздың бір бөлігін үнемдеп жинап бастасаңыз, онда сіз бір жылдың ішінде ақшаңыздың қаншалықты аз жиналғанына таң қалатын боласыз. Ал енді қаржылық қорғаныс жасау үшін ақшаны қалай жинаған дұрыс? Ақша жинаудың ең тиімді техникасы қандай? Осы мәселенің басын ашып қарастырайық. Көп адамдар, егер мен ақшамның бір бөлігін жинап жүрсем, мен байып кетемін деп ойлайды. Егер сіз де солай ойласаңыз, онда сіздің үлкен табыстарға жету жолыңыз өте күрделі болмақ. Әрине, жалақыңыздың бір бөлігін алып, азды-көпті ақша жинауға болады. Сіз оны жинап демдегенше жағдай мүлдем өзгеріп кетеді. 10 жыл бұрын квартираға деп жинаған миллион теңгеңіз қазір көлікке де жетпейді. Қазір жинап жүрген ақшаңыздың тағы бір 10 жылдан кейін құны да болмайды. Көріп отырғаныңыздай, аз жалақыны үнемдеп жинап үлкен табысқа жету мүмкін емес. Мүмкін болса да өте тиімсіз. Неге? Өйткені ақша күн сайын құнсызданып бара жатыр. Сол құнсыздану сіздің жинаған ақшаңызды былайша айтқанда жеп қояды. Қазір сіз жалақыңыздың бір бөлігін жинап бастасаңыз, сіз зейнетке шыққанға дейін сіздің жиналған ақша үйге қажетті азық-түлікке де жетпеуі мүмкін. Көптеген жағдайы төмен адамдар байлыққа жетуім үшін жұмыс істей беріп, жалақымның бір бөлігін жинап отыруым керек деп ойлайды. Сіздің қазіргі табысыңызбен үнемдеп жинау тиімсіз. Ұзақ уақыт бойы тірнектеп жинаған ақшаңыздың өзі сіздің қалауыңызды орындауға жетпейді. Мысалға, сіздің жалақыңыз 100 мың теңге. Жарайды, 150 мың деп алайық. Машина алу үшін сол табысыңыздың ай сайын 10%, яғни 15 мың теңгесін жинап отырғанның өзінде бір жылда 180 мың теңге. 2 жылдан кейін 360 мыңға ғана жиналады. Ол 360 мың теңгені сіз қайда жеткізесіз? Сіздің 2 жыл бойы тірнектеп жинаған бұл ақшаңыз қазір қандай машинаға жетеді? Асып кетсе, кір жуатын машинасы келеді ғой. 10 жылдан кейін бар болғаны 1.800.000 теңге болады. Сонда қиналып үнемдеп жинасаңыз да 10 жылда 1.800.000 теңге ғана жиналады. Оның үстіне ол уақытқа дейін ақша құнсызданып, бұл ақшаның мүлде мардымсыз болып қалады. Сондықтан ақшаны үнемдеп жинау, бай боламын деген идея дұрыс емес. Сізге көбірек ақша табуға талпыну керек. Өзіңіздің жалақыңыз аз болуы мүмкін. Сіз сол келген азақ ақшаны үнемдеймін деп, бар назарыңызды соған қарай бұрып, бар уайымыңыз да, энергияңыз да соған кетіп қалады. Сол уайымыңыз сізге көбірек ақша табуға кедергі жасайды. Ал табысты адамдар оған бас қатырып уайымдамайды. Ол бар назарын үнемдеуге емес, табысын арттыруға бағыттайды. Мен бұл жерде үнемдеу, жаман есеп жүргізу дұрыс емес, бет алды ақшаны жұмсай беру керек деп айтып жатқан жоқпын. Әрине, есеп жүргізіп, өзіңнің кіріс шығысыңды есептеп, оны орнымен жұмсау керек. Бірақ басты назарды үнемдеуге емес, керісінше көбірек табыс табуға бағыттау қажет. Табысты адамдар табыс көзін көбейту арқылы тезірек және көбірек ақша табуға болатынын біледі. Түскен табысты сабырмен жинайды. Жиналған қаражатын сақтап бірнеше есеге көбейту жолын қарастырады. Білім алып өзінің қаржылық сауаттылығын арттырып, ақшасын дұрыс пайдалануға көмектесетін жаңа қабілеттер үйренеді. Ақшаны басқаруды сізде көп ақша болмай тұрып үйренгеніңіз дұрыс. Өйткені көп ақша келген кезде ақшаңызды басқаруды білмесеңіз, соған қажетті білімді, қабілетті үйренбесеңіз, кез келген ақша жоғалып кетеді. Ақшаны жарату оңай, бірақ оның әр тиынын жинап отыру оңай іс емес. Сондықтан сіз белгілі бір деңгейде ақша жинамас бұрын, сіз оны басқарып үйренуіңіз керек. Мына нәрсе есіңізде болсын. Егер сіз ақшаңызды басқарып үйренсеңіз, онда сіз үлкен табыстарға әлде қайда тезірек және жеңіл жететін боласыз. Ақша жинап бай боламын деген идеяның өзі дұрыс емес. Олай істеу тиімсіз, әрі ол қағида қазір ескірген. Заман барған сайын жылдамдап барады. Заманның талабына сай біз де бейімделіп отыруымыз керек. Әлемдегі ең үздік маркетологтардың бірі атақты Джек Трауттың бейімделіңіз немесе өліңіз деген керемет сөз бар. Иә, бұл сөз қатты тиюі мүмкін, бірақ қазіргі талап сол. Бұны ата-бабаларымыз да заманның түлкі болса
тазы боп шал деп айтып өткен. Қазіргі заман біздің бейімделгіш әрі белсенді болуымызды талап етеді. Сондықтан қазір ақшаны басқаруды үйреніп, қосымша табыс көздерін жасап, ақшаны көбейту жолдарын меңгеретін болсаңыз, онда сіз өзіңіз армандаған байлыққа жылдам қол жеткізесіз. Адамдар қалай миллионер болып жатыр? Олар ақшаның ең үздік жұмысы екенін түсінген. Сондықтан кейбір адамдар миллионер, тіпті миллиардер болып, ал басқалары таңнан кешке дейін тоқтамай жұмыс істеп жатса да, сол деңгейде қалып жатыр. Біреулер ақша үшін жұмыс жасайды, ал біреулер үшін ақша жұмыс жасайды. Сіздің жиналған ақшаңыз жақсы капитал бола алады, бірақ ол өздігінен сізді бай қылмайды. Ақшаңызды көбейтіп, байлыққа жету үшін жоғарыда айтқанымдай қаржылық білім үйреніп, жинаған ақшаңызды жақсы бір бизнеске инвестиция жасаңыз. Осындай жағдайда сіздің ақшаңыз тәулік бойы жұмыс істеп, сіздің табысыңызды өсіріп отыратын болады. Бірақ бұған дейін сіз бірнеше этаптан өтуіңіз керек. Ең алдымен сіз ай сайын өзіңіздің отбасыңыздың барлық қажеттіліктерін жабатын, қалауларыңызды өтей алатын қаражат тауып алыңыз. Киім-кешекке, жүріс-тұрысыңызға жететін комфортты деңгейге шығып алғаныңыз жөн. Одан кейін ғана сіз үйге, көлікке ақша жинау туралы ойлана берсеңіз болады. Қазіргі табысыңызбен барынша үнемдегеннің өзінде қанша ақша жиналатынын көрдіңіз. Сіз ойлағандай аса көп сумма шықпайды. Сондықтан ақшаны үнемдеп жинамаңыз, көп тауып жинаңыз. Көп табу үшін біліміңізді арттырыңыз, ізденіңіз. Одан да үнемдеуге салатын ақшаны өзіңіздің денсаулығыңызға, психологиялық жағдайыңызға, жаңа қабілеттерді үйренуіңізге, дамуыңызға жұмсаңыз. Сол кезде сіз өзіңіз қалаған ақшаны таба аласыз.